Қайырлы күн, достар! Бүгін мен сіздерге осындай өте оңай пончиктің рецебімен бөлісетін боламын. Егер де сіздер менің арнама әлі тіркелмеген болсаңыздар, менің арнама тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сәлем, достар! Сіздермен бірге мен Малика. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өте дәмді пончиктің рецебімен бөлісетін боламын. Ендеше кеттік. Енді біз ең бірінші құрғақ заттарымызды араластырып аламыз. Ол үшін мен електен өткен ұнның үстіне тұз саламын. Және дрожж саламын да жақсылап араластырып аламын. Енді біз құрғақ массаны бір шетке қоя тұрамыз да сұйық массаларды араластыратын боламыз. Ол үшін біз бір жұмыртқаның үстіне қант саламыз да сосын үстінен сары май қосып жақсылап араластырып аламын. Енді біз оның үстіне жылы суымызбен жылы сүтімізді қосамыз да тағы да жақсылап араластырамыз. Енді біз оның үстіне сұйық массаның үстіне құрғақ массаны қоса отырып жұмсақ қамыр илейміз. Енді біз пончиктің қамырын көтерілгенше бетін жауып жылы жерге қойып қоямыз. Мінекей достар, біздің қамыр көтерілді, қамыр кішкене жабысқақ, сол себепті үстіне ұн себесіздер да жақсылап жаямыз. Мінекей достар, мен қамырымды қалыңдығы 1 сантиметрде болатындай қылып жайып алдым. Енді біз оны кез келген ыдыспен үстіп кесіп аламыз. Және ортасын да алып тастаймыз. Және барлық қамырдан осылай істеп шығамыз. Енді біз пончиктарымызды майда пісіріп алатын боламыз. Достар, енді біз пончиктарымызды қызып тұрған майда орташа отта пісіретін боламыз. Май қызып тұр, біздің пончиктарымыз майға батып тұру керек. Осылайша бәрін пісіріп аламыз. Енді біз оның бетіне жағатын глазурын дайындайтын боламыз. Ол үшін біз 200 грамм шоколадқа 1 қасық сары май саламыз. Және ақырын отта ерітетін боламыз. Жақсылап араластыру керек. Және үздіксіз араластырып тұру керек, себебі біздің шоколад күйіп кетуі мүмкін. Біздің шоколадты глазур дайын. Енді біз дайын болған пончиктарымызды үстіп шоколадқа аунатамыз. Осылайша бәрін шоколадқа аунатып аламыз. Енді біз оның бетіне әдемілік үшін кокосовый стружка себеміз. Немесе сгущенкамен де әдемілеуге болады. Сонымен достар, біздің пончик дайын. Ескере кететін жайт, глазурды ерте дайындап қоймаңыздар, себебі глазур қатып қалады. Біздің пончиктарымызды жасап алғаннан кейін глазурды жасаған дұрыс. Егер де сіздерге рецепт ұнаса, лайк басу, арнама жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ендеше ас дәмді болсын. Сау болыңыздар.